Сізге бір айда арықтау үшін бар болғаны 3 әдет керек. Ең жақсысы бұл әдеттер көп күшті талап етпейді. Тіпті ең жалқау тәсілдердің бірі деуге болады. Бірақ соның өзінде нәтиже береді. Көп созбайық. Мен дәрігер Дина Мұхатай. Бастайық. Адамдар арасында мынандай миф бар. Яғни, адам арықтау үшін міндетті түрде қиналу керек деп ойлайды. Кинода да солай. Кейіпкер есінен танып қалғанша жаттығып жатады. Бірақ шын өмірде бәрі басқаша. Күн ішінде жұмсалатын энергияны қараса, оның көп бөлігі өздігінен жұмсалады. Шамамен энергияның 70% ағзаның өз жұмысына кетеді. Яғни, тыныс алу, жүрек соғысы, ми жұмысы. 15% күнделікті қозғалысқа, жүру, тұру, үй шаруасына кетеді. Ал небәрі 5% ғана жаттығуға кетеді. Сондықтан тек спортзалға барып арықтау қиын. Негізгі нәтиже күнделікті қозғалыспен дұрыс тамақтанудан келеді. Яғни, сіз залда қанша қиналсаңыз да, ол жалпы нәтиженің өте кішкентай бөлігі ғана. Бір жаттығуда шамамен 300-500 килокалория жағасыз. Ал бұл бір тәтті немесе бутерброд. Тағы бір маңызды нәрсе, жаттығудан кейін тәбет күшейеді. Бұл жай ғана әдет емес. Бұл ағзаның табиғи реакциясы. Жаттығу кезінде сіз энергия жұмсайсыз. Сол энергияны қайта толтыру үшін ағза аштық сигналын күшейтеді. Яғни, ми сізге энергия жетіспейді, тамақ жеу керек деген белгі береді. Соның әсерінен тәбет артады. Әсіресе калориясы жоғары тағамдарға тартылу күшейеді. Сондықтан көп адам жаттығады, кейін көбірек жейді. Кейде тіпті жұмсаған калориясынан да артық жеп қояды. Нәтижесінде арықтау болмайды. Сол үшін біз қиын жолды емес, ақылды жолды таңдаймыз. Бірінші, әдет көбірек жүру. Яғни, ең қарапайым, бірақ ең тиімді әдет көбірек қозғалу. Мақсат күніне 8-10 мың қадам. Егер сіз қазір аз қозғалсаңыз, бүгін 2000 қадам, 3-5 күннен кейін 2500 қадам, кейін тағы 500 қадам қосасыз, осылай біртіндеп өсіресіз. Неге дәл жүру? Себебі тәбетті қатты ашпайды, стресс тудырмайды, кез келген адам жасай алады. Жарақат қаупі жоқ, жүрекке пайдалы, қан қысымды төмендетеді, қант диабетінің алдын алады, көңіл күйді жақсартады. Тағы бір қарапайым лайфхак айтайын. Өзіңізге 2 норма қойыңыз. Минимум және максимум. Мысалы, жаман күнге 6000 қадам, жақсы күнге 10-12 мың қадам. Неге бұл маңызды? Себебі біз робот емеспіз. Кей күндері күшіміз көп болады, кей күндері мүлдем ештеңе жасағымыз келмейді. Сол жаман күндері көп адам бәрін тастап кетеді. Ал сіздің минимумыңыз болса, сіз бәрібір сол 6000 қадамды жасайсыз. Бұл өте оңай, бірақ ең бастысы сіз тоқтамайсыз. Ал жақсы күндері көбірек жүресіз. Осылай сіз өзіңізді қинамайсыз, бірақ тұрақты түрде нәтиже жинайсыз. Есіңізде болсын, идеал болу маңызды емес, тұрақты болу маңызды. Күнде аздап жасағаныңыз, кейде көп жасап, кейін тастап кеткеннен әлде қайда тиімді. Екінші әдет, тамақтануды оңай өзгерту. Қатаң диета ұстаудың қажеті жоқ. Тек бірнеше қарапайым өзгеріс жеткілікті. Бірінші, сұйық пайдасыз калорияларды азайтыңыз. Көп адам байқамай газдалған сусын, тәтті кофе, шырындар арқылы өте көп калория алады. Орнына қансыз су, көк шай ішіңіз. Екінші, көкөністі көбейтіңіз. Ең қарапайым әдіс. Тарелканың жартысы көкөніс болсын. Неге бұл маңызды? Клетчатка көп, ұзақ тойғызады. Калория аз. Лайфхак. Алдымен салатты жеңіз, сосын негізгі тағамды. Үшіншіден, тәттіні жеміске алмастыру. Толық тыйым салудың қажеті жоқ. Жай ғана, мысалы, пирожныйды жеміске, шоколадты банан алмаға. Төртінші, кішкентай тарелка. Бұл өте қарапайым, бірақ күшті әдіс. Көз алдындағы порция кішірейеді. Ми жеткілікті деп қабылдайды. Нәтижесінде сіз аз жейсіз. Бесінші әдет. Тамақ алдында су. Кейде біз шөлді аштық деп қабылдаймыз. Сондықтан, тамақтан 20-30 минут бұрын 1 стақан су ішіңіз. Келесі маңызды нәрсе – ұйқыны реттеу. Көп адам бұл пунктті бағаламайды. Ұйқы жай ғана демалу емес. Бұл арықтаудың ең маңызды бөліктерінің бірі.
Неге екенін қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Біріншіден, ұйқы аз болса, біздің ағзамыздағы аштық пен тоқтық гормондары бұзылады. Аштық гормоны көбейеді, ал тоқтық гормоны азаяды. Сол себепті адам бұрынғыдан да көп жегісі келеді, және тамақты көп жеп, тоқтықты кеш сезеді. Екіншіден, ұйқы жетіспесе, ми тез энергия іздейді. Сондықтан сіздің тәттіге, майлы тағамдарға деген қалауыңыз күшейеді. Бұл жай ғана әдет емес, бұл биология. Үшіншіден, ұйқы аз болғанда ағзадағы қант алмасуы бұзылады. Яғни, жеген тағамнан келген қант дұрыс пайдаланылмай, май ретінде жинала бастайды. Төртіншіден, ұйқысыздық бұл стресс. Ал стресс кезінде кортизол деген гормон көбейеді. Ал ол гормон майдың әсіресе іш аймағында жиналуына әсер етеді. Бесіншіден, ұйқысы қанбаған адамда энергия болмайды. Сондықтан ол аз қозғалады, спортқа да құлқы болмайды. Нәтижесінде калория аз жұмсалады. Қарап отырсаңыз, ұйқы жетіспесе, сіз көбірек жейсіз, тәттіге тартыласыз, май тез жиналады және аз қозғаласыз. Сондықтан ұйқы арықтаудың негізі. Егер сіз арықтағыңыз келсе, ең алдымен ұйқыңызды түзеңіз. Өйткені дұрыс ұйқы бұл гормондардың тепе-теңдігі, тәбетті бақылау және дұрыс зат алмасу. Егер сіз дұрыс ұйықтамасаңыз, тәбет артады, тәттіге құмарлық көбейеді, ерік күші төмендейді. Ал сапалы ұйқы үшін не істеу керек? Бір уақытта ұйықтау, бір уақытта тұру. Ең тиімдісі түнгі 10-да ұйықтау. Сол кезде ағза ұйқы гормоны мелатонинді бөліп, тынығып, қалпына келеді. Және бұл уақытта ағзада майлар ыдырап, энергияға айналады. Сондықтан 10-да ұйықтаған адамда арықтау жеңілірек болады. Кофеинді 6-8 сағат бұрын тоқтату. Бөлмені желдету, қараңғы орта жасау. Телефонды ұйқы халында қолданбау. Идеал ұйқы 7-8 сағат. Тағы бір өте қарапайым, бірақ күшті әдіс тамақты фотоға түсіру. Иә, жай ғана тамақты жей салмай, алдымен суретке түсіріңіз. Неге бұл жұмыс істейді? Себебі біз көбіне автоматты режимде тамақтанамыз. Телефон қарап отырып, сериал көріп отырып, не ойланбастан бірдеңе жеп қоямыз. Сол кезде ми тоқтамайды. Сіз қанша жегеніңізді де байқамай қаласыз. Ал сіз тамақты фотоға түсірген кезде бір сәтке тоқтайсыз. Сол сәтте ойлана бастайсыз. Маған шынымен бұл керек пе? Мен қазір ашпын ба, әлде жай әдетпен жеп жатырмын ба? Бұл менің мақсатыма көмектеседі. Тағы бір қызығы, күні бойы түсірген суреттеріңізді кешке қарап шықсаңыз, өз көзіңізбен көресіз. Мен бүгін қанша рет тәтті жеппін. Немесе, маған бұл қосымша тамақ мүлде керек емес еді ғой, деп ойланасыз. Яғни бұл әдіс сізге өз тамағыңызды бақылауды үйретеді. Ешқандай қатаң диетасыз, ешқандай санаусыз, жай ғана саналы боласыз. Кейде тек осының өзі артық тамақты азайтып, арықтауға көмектеседі. Тағы бір өте тиімді әдіс 10 минут ережесі. Мысалы, сіздің тәтті жегіңіз келді. Сол сәтте бірден жей салмаңыз. 10 минут күтіңіз. Осы уақытта сіз ойлана бастайсыз. Мен шынымен ашпын ба? Әлде жай көңіл-күй үшін жегім келіп тұр ма? Маған бұл қазір қажет пе? Осы уақытта алғашқы күшті қалау біртіндеп басылады. Себебі ол импульс ұзаққа созылмайды. Ол бірнеше минут қана. Көп жағдайда 10 минут өткеннен кейін сіздің тәттіге деген қалауыңыз әлсірейді, немесе мүлде жоғалып кетеді. Ал егер сол уақыттан кейін де жегіңіз келсе, онда саналы түрде жейсіз. Яғни өзіңізді кінәламай, ойланып, шешім қабылдап жейсіз. Бұл әдіс не береді? Сіз артық, қажетсіз тамақтан бас тартасыз. Импульсті бақылауды үйренесіз және өзіңізді қинамайсыз. Қысқаша айтқанда, 10 минут күту бұл өзіңізге тоқта, ойлан деу. Ал осы бір кішкентай үзіліс үлкен нәтиже береді. Тағы бір маңызды әдет – баяу жеу. Көп адам тамақты өте тез жейді. Бірақ мәселе, біздің ағзамыз бірден тоқпын деп сигнал бермейді. Медицина тұрғысынан қарасақ, тоқтық сигналы асқазаннан миға шамамен 15-20 минутта жетеді. Яғни, сіз жей бастағанда ағза әлі тоқтықты сезбей тұрады.
Егер сіз тез жесеңіз, сол 15-20 минуттың ішінде қажет мөлшерден әлде қайда көп жеп қоясыз. Сондықтан, тез жеген адам көбіне артық жейді, ал баяу жеген адам аз тамақпен ақ тояды. Баяу жеудің тағы бір пайдасы бар. Сіз тағамды жақсы шайнайсыз. Ас қорыту жақсарады, асқазанға салмақ аз түседі. Қысқаша айтқанда, баяу жеу аз жеудің ең оңай жолы. Сіз өзіңізді қинамай-ақ табиғи түрде аз жей бастайсыз. Қорытындылайтын болсақ, арықтау үшін міндетті түрде қиналудың, қатаң диетаның немесе күнде спорт залға барудың қажеті жоқ. Жай ғана көбірек жеріңіз, тамақтануды дұрыстаңыз, жақсы ұйықтаңыз. Осы 3 қарапайым әдет сізді міндетті түрде нәтижеге алып келеді. Ең бастысы, бәрін бірден идеал жасау емес. Ең бастысы тұрақтылық. Күн сайын кішкентай қадам жасасаңыз, бір айдан кейін өзіңізді танымай қаласыз. Себебі үлкен нәтиже күнделікті кішкентай әрекеттерден басталады. Өзіңізді қинамаңыз, ағзаңызды тыңдаңыз. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Осындай қарапайым, бірақ жұмыс істейтін кеңестерді ары қарайда бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше.